нар идірген. Ертеде бір кедей шал мен оның ақылына көркі сай жалғыз қызы болыпты. Кедейліктен басқа міні жоқ, ұжымдары жарасқан, төңірегіне сыйлы жандар екен. Жар дегенде жалғыз нарын сауып тамақ, мініп көлік етсе керек. Соның арқасында ешкімге көзін сүзіп тіленбей, барды қанағат етіп күн көреді. Күндердің бір күнінде сауып отырған Бекбатша нардың жас ботасы қос кіндік болып ауырып өледі. Ботасын жоқтап сарнаған нар сүтін бойына тартып, иемейтін болады. Сөйтіп түйе сүтін жалғыз қорек еткен әкелі балалы кедей мүлде ас сусыз қалады. Әсіресе қарт әке жалғыз қызының жаутаңдаған жүзіне қарап, еш қайраны болмай қатты қапаланады. Сонда ақылды қызы жұбатып айтып, «Әке, уайымдай беріп қайтесіз? Құдайдың бір жақсылығы бар шығар, шыдай тұрайық» дейді екен. Әрине, қанша сабыр сақтағанмен шыдам тамақ бола ма? Бір күні әбден шарасы таусылған ақылды қыз әкесіне тіл қатады. «Әке, қыз болып жаралған соң жатағым төріңіз болғанмен өрісім түзден ғой. Маған ақбатаңызды беріңіз де қалпыңызға хабар салыңыз. Біздің Бекбатша нар тек қана ботасындай боздатып, күй тартқан адамның алдында июге тиісті. Кімде-кім өнерін асырып нарды иіте алса, мені сол өнерпазға қосыңыз» депті. Әкесі қызының сөзін жерде қалдырмай, аяқ жетер жерге жар салады. Ел іші өнерпазсыз болған ба? Сұлу қыздан дәмелі күйшілер төңіректен ағылып келе бастайды. Жұрттың етек жеңі жиналып болдау дегенде, төрешілер сайланып шығып, күйшілердің өнерін сынауға кіріседі. Не бір саусағынан сас төгілген дәулескер күйшілер сай сүйегіңді сырқыратар сарындарды судай сапырады. Бірақ ботасын жоқтап, көзінің жасы мөлтілдеген Бекбатша нар меңіреген қалпы тұрып алады. Тартылмаған күй, шертілмеген мұң қалмайды. Көбелері сөгілгенше күй төккен өнерпаздардың әбден мысы құрып, бірінен соң бірі шеттей береді. Бекбатша нар мұның еш қайсысын шыбынның ызыңы құрлы көрместен түнерген қалпы тұрып алады. Содан күйшілердің ішінде іріктеліп, сұрыпталып, бір қарт, бір жас домбырашы қалса керек. Кезек қарт күйшіге беріледі. Өзі де бір күй күйдіріп, сарын сүрлегендей жан екен дейді. Нардың алдына қаққан қазықтай болып отырып алады да, «Ал қарағым, білегіңді түрініп, көнегіңді оңтайлай бер» дейді қызға. Сонан соң қутақтай екі шекті бауырына басып шерткенде, алыс бір қиырдан ботаның боздаған үні естілгендей болады. Алғашқыда елесте елең еткізген сарын бірте-бірте айқындалып, енді бір сәтте ботаның өзі үкідей үлпілдеп, балада елпілдеп келіп қалғандай әсер береді. Осы сәтті күткен қарт күйші одан сайын қағына тартып, біресе ілме, біресе шалма қағысқа салса, енді бірде тебеген қағыспен тартып жібергенде домбыра шанағы «Көз» деп сөйлеп қоя береді. Сонда күн ұзын мелшиіп тұрған нардың тұла бойы шымырлап, 62 тамыры босап, емшегі дертіп қоя береді. Малының сыры иесіне мәлім. Нардың ағыл-тегіл иіп бара жатқанын алдымен қыз сезеді де, көнекті көтере түскен қалпы түйенің емшегін қатты қысып, кернеп келген сүтті үрпінен шығармай қояды. Қыздың көңілі қарттың соңында кезек күтіп тұрған жас күйші жігітте екен. Түйенің емшегін уыстай қысып, иінін тоқтатқаны жігіттің кезегіне іріккендегі қулығы болса керек. Қарт күйші мұны бірден сезеді де, «Пах, күйім келіскенмен күнім өтіп кеткен екен ғой» деп кезекті жас жігітке береді. Жігіт домбыраны тарта жөнелгенде, қыз алақанын керіп, уысына сыймай бара жатқан нардың емшегін босатып қоя береді. Ақсаумал көнектің бүйірін кесіп жіберердей саулап жөнеледі. Бұл кезде осы гаптың бәрін аңғарып, біліп отырған жас күйші іштей намыстанып, бір жағы қызға деген сезімін білдіргісі келіп, күйдім жандым деген күйге салған екен. Күй бітіп, нар ағыл тегілейіп, жұрт мәре-сәре болсады. Сонда төрешілер жағы отырып жаңағы қарт күйшіге,
төрелікке өкпе-наз, күдік-күмән болмағаны керек. Күйім келісі дегеніңе түсіндік, күнім өтеді дегеніңнің мәнісі қалай дейді. Қарт күйші, оның мәнісі түйені үйіткен менің күйім еді. Бірақ қыздың көңілі өзінің теңінде болады да, иіп келген сүтті іркіп қалады. Осы айтқанымның ақиқат екенін білгілеріңіз келсе, мына жас жігіт екеуміз әлгі күйлерімізді қайта тартқан қалпы екі бағытқа жүрейік. Сонда мына тұрған жануар кімге ботам деп ергенін көресіздер деген екен. Бұл шарт төрешілердің көңіліне қонып, қос күйшіні қайта сынға салады. Сонда айтқанындай Бекбат Жанар қарт күйшінің шалғайын иіскеп соңынан ере беріпті. Қыз бетін басып ұялады. Жұрт аңырып қалады. Сонда қайтып оралған қарт күйші, «Уа ағайын, мен бүгін өзім қартайсам да күйімнің қартаймағанын көріп бір жасап қалдым. Тосылмаңдар, тең-теңімен, тезек қабымен деген екі жастың бақытын тілейік» деген екен. Сөйтіп, кедей шал мен қызының басына бас қосылып, күйеу бала үшеуі ұжымдары жарасқан қалпы ештеңеден тарықпай келісті, ғұмыр кешіпті дейді. Міне, осы күйдің шығу тарихы осылай екен. Ал сіздерге тағы да қандай күйдің шығу тарихын айтып берсем екен? Ойларыңызды комментарийге жазып қойыңыз.